içindeki Hoş geldiniz. Parasyonuk. Abi 20 lira. Tane abi. Evet teyze. Baksana. Yani 5 lira demek istedim. Teyze de bizden dersin göstersen küçücük kalıyor. Oh be ya. Evet. Biz de evde duruyoruz. Sen çay takımı diyordun ya. Şöyle takım. Nabor Onun fiyatı ne paso kadar öyle? Öyle mi? Evet. 75. Komple 75 lira. Nabor paso 75 lira deydi. Hemen hemen 80. Өте үлкен бір базар енді. Не іздесеңіз табуыңызға болады. Неше түрлі нәрселер бар. Осындай. Білмеймін, мүмкін алдағы уақытта сондай бір нәрсемен айналысқыңыз келетін болар. Инстаграмнан бір страница ашып, либо бір жер ашып, өзіңіз Қазақстанның любой бір қаласынан ескі зат, антика бір зат сатып, бір дүкен ашқыңыз келсе, сізге товар жібере аламыз, көмектесе аламыз осы жақтан. Ценалары да өте арзан. Достар, осындай антика заттағы бар. Мысалы, мына нәрсенің ішіне свеча салып қойып болады. Свечадан басқа не болады, Сәуле? Свечадан басқа не болады деді? Білмеймін, түсінген жоқпын. Осындай тоже бір странный бір затта. Сатып отқан кісінің өзі білмейді, көргеніңіздей настроениесі түсіп отыр бұрышта. Өзі не сатып отқаны өзі білмейді, сұрасақ. Мыналар күшті екен. Мына заттарды неде болады, не ғой? Тарихи қараш түрлерін күшті екен де, старый. Мынау Ататүрк. Мынау старый антика заттар. Қай жерге қойуға болады, білмеймін, конечно. Үйдің қай жеріне қоя аласыз. Өзі ауыр. Қолдан жасалған сияқты ғой да? Странный bir demek ki ne? Vernik döküyorsun, masa oluyor. Yapıyorlar şimdi. Aynen. Yeni vernik döküyorsun hayatım. Komple bizim parası cam gibi masa Çok oluyor. güzel bir şey değil mi bu? Қолдан ағаштан жасалған бір затқа ұқсайды. Burada mesela denizler koyabilirsiniz. Nerede oluyor zaten vernik orada? Buralar çok güzel oluyor. Evet. Bunu yarım yapmışlar. Tam bitirmemiş. Yaparken vazgeçmişler misin? Sıkılmış bırakmış. Парик сатылып тұр. Кукла ма, парик па, непонятно. Ештеңеге ұқсата алмадым енді кейбір нәрселерді, шынымды айтсам. Сіздерге айту үшін. Кейбір нәрселерді не затқа ұқсататынды білмейсің де айту үшін. Bu ne kadar? Bu 80 euro. Bu nedir acaba ya? Vallahi bilmiyorum öyle bir şey. O nedir ki ya? Бір 4.000 теңге, 3.000 теңгенің заты. Кейбір өте старый нелерді, антикаларды кішкене қымбатқа сатады мұнда. Мысалы, өте қатты старый болса, ең қымбаты 4.000 теңгеге 5.000 теңге аласыз. Енді средний такой простой болса, цена намного арзан болады. Evet. İzmir'дің сағаты. Мынау деген сырға тақып қоятын. Коллекционировал, потом бросил, что ли? Антика подарок үшін ең жақсы да біреуге. Я вот не поняла, как он начал делать и бросил, что ли? Баяғы ақшалар барыш. 20.000 lira. Evet.
Ақша міне неше түрлі. Баяғы тиындар. Bu kolye şey mi? Gümüş renk olmasına gerek yok ya. Hayır, siyah da olur. Kolye şey bu değil mi? Kolye şey, uçları. Bilmiyorum. Бұлардың бәрін коленің ұшына тақпай аласыз. Мынау ескі уақыттағы ресторандардағы тамақтың үстін жауып қойып ашып әкеледі ғой. Сол табақтар. Мынау кішкентай домик, подаркаға тоже можно подарить. Мынау шай қайнатылып тұрған жер. Түріктер деген осылай базардың ортасында шай қайнатып қояды, өстіп шай ішетін аппарат. Шайдың деген базарда табылса қайнатып қойып қояды бәрі деген. Достар, мынау деген керибар деген бір тастан жасалған коллекция. Мысалы деген қатты ауырғанды тас емдейді. Вот сондай бір коллекциясы бар. Мысалы деген ошақтан заказ беріп жіберуіңізге болады сізге. Eski radyolar bak bunlar. Петр. Старый радио. Вот. Бар. На продаже. Старые марки. Старая мясорубка. Баяғыда старый мясорубкалар. Şimdi doktor bir tanıdığımız varsa hani güzel bir eski